Бүгін біз наурыз көжені дайындаймыз. Қазақстанның әр өңірінде әртүрлі дайындайды. Оған бізге қажет наурыз көжені дайындайтын ет, езілген құрт, тұз, тары, гречка, қазақша қарақұм, күріш, айран керек. Енді сіздер, мен осылай кішігірім шағын ыдыс алдым. Сіздер енді қанша көп дайындасаңыздар, үлкенірек ыдыс алуға болады. Енді міндетті түрде жылқының етінен дайындаймыз деп ойламаңыздар. Сиырдың еті, қойдың етінен де дайындауға болады наурыз көжені. Жуып саламыз, 2,5 сағат пісіреміз. Тұзды мен аз ғана қосам, көжеге өйткені ары қарай айран, құрт қосамыз, ащы болып кетпеу үшін. Пісіп жатқанда көжеміздің тарымызды, күрішімізді, гречкамызды жуып дайындап қоямыз. Көже дайын болды деген кезде айранымыз бен құртымызды көжемізге араластырамыз. Қайнады, енді осының көбігін алып отырамыз. Енді үйлеріңізде жылқының еті, сүрленген ет болса, өте дәмді шығады. Сорпамызды сүзіп алдық, етімізді алып. Енді осыған қайнаған сорпамызға тарымыз саламыз. Енді күрішімізді саламыз. Мен күрішті ертерек пісіріп алдым. Содан кейін кешірек гречканы саламыз. Өйткені гречка бізде тез пісетін. Бір асқана қасық құрт алдық. Соған енді сорпаны араластырамыз. Құртымызбен сорпамызды араластырып аламыз. Сосын оны наурыз көженің үстіне құямыз. Енді осыны наурыз көженің үстіне құямыз. Наурыз көженің үстіне құйдық. Енді жаңағы турап қойған етімізді саламыз. Етімізді саламыз. Кішкене сорпа суылған кезгеннен кейін айранымызды қосамыз. Ыстық қалпында құйса, айран іріп кетеді. Наурыз көжеміз енді осыған айран қосамыз, жарты кесе. Наурыз көжеміз дайын болды, қазір құямыз. Көжеміз дайын болды, астарыңыз дәмді болсын. Мені қолдап, жүрекшені басып, видеоны толық қарап шығыңыздар.